қыз. Не үйді жинамайсың? Мен саған айттым емес пе үйді жина деп? Жоқ, күніге телефон робот шықлап жатасың. Неге жинамайсың? Енді кәрі үйден шыға алмайсың, түсіндің бе? Сенің анаң жұмыста, осы сәтті пайдаланып, сен әбден қинаймын, жазаңды беремін, түсіндің бе? Достар, мені әкем қамап тастады. Мен әкемді өте қатыгез емес, өте мейірімді жан деп жүрмін. Енді достар, мен осы бөлмеде қамалып қалдым. Не істейді, не ештеңе жоқ. Компьютерде істемейді, басып жатырмын. Достар, енді не істеймін? Мына есік те жабық, кілтті де құлттап қойған шығар. Мына терезе де жабық. Ой, достар, что-то мына терезе ашық екен. Бұдан шығып кетсем не болады? Ой, так, әкем жоқ қой, а? Ей, сен сонда әкең жоқ деп ойладың ба? Енді қашып көр осыдан. Достар, что-то мен бір план ойлап тұрмын. Қаңдар, әкем ана жақта ештеңкені подозревать етпей, просто даланы арам шөптерін алып жүр. Енді мен ана жақтан осылай секіре алып, ана терезеге барсам, арғылай планымды орындаймын. Достар, түсіп кетсем вообще позор болады. О, жеттік. Так, жеттік. Енді не істесем болады? Мына терезеден келдік. Енді, достар! Мынандай жерді бірінші рет көріп тұрмын. Қараңдар, мына жақта күрек, мына жақта вообще-то ара, топор, неше түрлі. Ё-моё, достар, мен енді осы әкемнен қашалды деп ойлайсыңдар ма? Қашалмады деп ойлайсыңдар ма? Как думаете, достар? Маған комментарийге жазып кетіңдер, жөнінде видеоны соңына дейін қараңдар. Сол кезде мен қашалдым ба, қашалмадым ба көресіңдер. Так, мұнада әрең дегенде қорқып, әрең дегенде өттім. Так, я-майя, достар, мына тұзақты қарасаңдаршы. Мойка, сіздермен қараңдар, мынандай бүкіл мынаған түсіп жатыр, шатасып кетті, яқтыңдаршы көрінбейді. Ал мен күшті ғып өттім, достар. Мынадан да что-то бір тұзақ бар ғой деймін. Так, бұда тұздақ жоқ екен. Ладно, енді, достар, жүре берсең, сайыстар шыға береді екен, неше түрлі сынақтар шыға береді екен. Әкем сонда маған балалық шағымнан бері осындай нәрселер, сайыстар дайындап жүрген ба? Ойбай! Достар, мына жерде менің әкем жүр. Достар, что-то мынау деген подозрительно. Мынау өстіп тұрады ма? Достар, тез қашып кетейік. Достар, так, мені әкем вроде көрмеп, потому что ол әкем өзін дәрі ішіп алып, өзін прям дәуітіп тастады. Қараңдар, соқтан мен өте кішкентай болғандықтан ол мені көре алмайды әкем. Енді қарасындашы, датаво мені аямайды ғой. Датаво осындай сынақтар қойып тастаған. Одан даже өліп кетуіңе болады. Достар, енді тыныш ақырын өтейік, щоб әкем бізді көріп қоймас үшін. Так, әкемнің енді достар, мен бірінші рет поражение алдым. Что-то, қараңдар, наяқты вообще білінбейді ғой. Қарасындашы, бұяқты бейт қарағыны вообще көрінбейді. Ладно, енді бүкіл жерімді жарақаттамай өлмей тұрғанда, сіз далаға шығып, мамамның жұмысына барып, мамама бүкілін айтып берейін. Так, кеттік, достар, наяқтан секіреміз. Достар, мен қатты қараңғыдан қорқамын. Что-то мына жер вообще выход жоқ сияқты. Мен туннельге әкеп тастаған сияқты, или выход бар ма? Так, достар, мына жерде мен жарық көріп тұрмын. Достар, қарысындашы, мынаның көзі мен. Сонда да мен көрмей тұрған, қарысындашы, датаво кішкентай болып тұрмын. Так, мына жақтан шықсақ не болады? Так, достар, мен далаға шықтым, ба десем, мынау деген қандай сынақ. Так, ладно, четырындар, мынандай. Достар, менің аяғымнан поражение алдым. Ну ладно, ничего страшного, достар. Енді мен главный өзімнің үйіме, далама, мамама жетіп алсам болды. Бәрін анама айтып беремін. Так, ну қайшыма? Достар, датаво дәу қайшы, достар, или мені кішірейіп тастады ма әкем, либо өзін дәуітіп алды ма, түсінбей жатырмын. Так, о май гад! Достар, мынау деген, ё-моёшкин. Так, мыналар дәуи басын. Мынау деген вообще опасный ғой, ё-моёшкин. Так,
мына жақтан өттік. Наконец-то. Так, енді мынау не? Мынау деген менің әкемнің сүйікті тамағы ғой. Менің анам иногда жұмыстан кешігіп бара жатса, мен қарным ашқанда әкем маған осындай тамақты дайындап беретін. Менің әкем, қараңғы. Достар, мына жақта не болып жатыр? Мен қайда кеттім? Ей, сен менен қашып құтыламын деп ойладың ба? Достар, сонда бағанадан бері мен сонда осы жаққа жетемін деп құлтанамын деп кім білген, достар? Қараңдар, достар, вообще мүлдем не жоқ, свет те жоқ, қап-қараңғы. Достар, мен вообще үйіме қайтқым келіп тұр. Енді не істеймін? Қараңдар, ешқандай выход жоқ. Әлде бар ма? Чота, достар, мен мына жерден мынандай лестница көріп тұрмын. Бірақ бұл лестницаға қалай мінем? Так, чота. Мына коробканың біреусін алсам ше? Чота, жоқ. Мыналардың біреусін алсам ше? Орындықты. Достар, вообще выход жоқ болып тұрма сонда менде? Так, әлде мына жерге мініп алайын ба? Так. Ой, күте тұрыңдар, достар. Күте тұрыңдар. Так, мына алмай жатырмын. Достар, мына жерде выход бар ма, жоқ па? Өте қиын ғой. Достар, мен что-то бір кнопканы көрдім. Ура! Достар, бұл қуанышымды сөзбен жеткізу мүмкін емес, достар. Подписаться етіңдер срочно. Достар, біліп едім, бір выход бар екен. Шүкір бар ғой. Шошып кеттім, датыва выход жоқ па деп. Бағана хотя бы терезе ашық болған еді. Мына жерде вообще терезе жабық, бүкіл жабық. Десем, сөйтсем, кнопканы таптым. Так, достар, мынақтан сынақтар көбейе беріп жатыр. Вообще сынақтар вообще көп. Так, мынандайдан өттік. Потом, достар, мүлдем түсініксіз, мына жер қап-қараңғы. Достар, ладно, тез өтейік. Так. Кішкене қалды, достар, вроде кішкене қалды. Так, достар, тағы да қараңғы жерге келдік. Мен өте қараңғыдан қорқатынымды әкем біледі, сондықтан назло істейді ғой маған. Әке, сен тағы не ойлап таптың? Достар, мен әкемнен қашатын секілдімін. Чота, мынау әкем деген мені вообще өлтіргісі келеді. Так, кеттік, все, жеңдік па? Достар, қайда түстік? Достар, әкем мені көрмей қалды, либо көрді ма? То көргенде прям қатты қолатын еді. Мен өте кішкентай болғандықтан ба, мені чота қатты байқамады. Енді осы кезеңдерді де солай өтіп кетсем екен, достар. Так, кетті, кішкене қалды вроде, да? Так. Шүкір. Так, енді не істейміз? Ой. Так. Вроде қайда барамыз, достар? Мен түсінбей жатырмын. Так, мына жаққа келдік. Әлде мына жақтарға мінеміз бе? Мына жаққа міну вообще невозможно сияқты. Так, мына жаққа мінем вроде, достар? Так, все, міндім. Достар, өте қатты жылағым кеп жатыр, себебі әкем маған мүлдем жаны ашымайды. Бірақ маған күнде ұрса береді. Так, кеттік, мына жақтан точно өтуім керек. Мен әкемді жеңуім керекпін. Потому что мен деген прям күшті қылып жеңуім керекпін. Короче, достар, так, мына уровеньге кеттік. Достар, короче, кішкене қалды деп ойлаймын. Достар, мен кішкене болсын қуанып тұрмын. Кішкене болсын емес, қуанып тұрмын. бір жағынан жылағым кеп тұр. Неге десеңіздер, бір жағынан менің әкем күрт өзгерді. Бір секундта, бір күнде. Мен жағын үй жинамаған үшін. Так, мен үй жинамағанда мүлдем ұрыспайтын, күнде еркелететін. Бүгін что-то әкемде подозрительно. Сота түсінбедім. Енді мынаған істейміз. Ё-моё, достар, мына өте қорқынышты. Так, мына жер ма?
Так, все. Енді кажется, достар, мен не үшін қуанып тұрғанымды айтайын, потому что мен жарты уровеньді өзім өттім. Шүкір дедім, ё-моёшкин. Так, все. Мына жақтан өттік. Енді, достар, что-то ана жақта выход жоқ па? Ана жақта стрелкамен көрсетіп, тұр. Так, мына тұзаққа кірдік. Ой, тұзақ деппін ғой. Так, мынау не? Фу, достар, мынау вообще қиын ғой. Так, не істейміз? Мынау таяқ келе жатыр. Может, осыған мініп кетермін. Так, все, қараңдар. Так, міндік. Мынау менің отбасымның самый любимый суреті еді. Достар, қараңдар, мынау мен вообще самый отбасымның любимый суретін еще қойып қойған ғой әкем. Әкемнің самый любимый суреті сол. Неғып қойып қойған түсінбедім, достар. Қараңдар, менің папам. Түсі көрдіңдер ғой, достар, вообще папам да түрі өзгеріп кеткен ғой. Андай алқаштарға құсап, достар, вообще өзгеріп кеткен. Что-то бір нәрсе подозрительно. Әлде менің әкем емес, басқа әкеме. Әкемнің ішіне біреу кіріп кеткен бе, достар? Соншалықты әкемнің қатыгез болуы не себепті? Достар, мне кажется, шынымен де әкемнің ішіне біреу кіріп кеткен. То менің әкем мүлде бос, ондай емес. Достар, сіздер білмейсіздер ғой, менің әкем қандай мейірімді екен. Прям күнде күшті заттар әпереді, күнде мені баловать етеді. Білмеймін, бүгін вообще, что-то вообще подозрительно. Так. Достар, енді сақтықта қорлық жоқ, бәрібір де қашайық. Потому что менің әкем жайдан жай маған ұрыспайтын. Жарайды, енді жазалау үшін емес, өзімнің қатемді түсіну үшін дейін десең, әкем мүлдем қате ондайларға қарсы, даже басқаларға да. Точно әкемнің ішіне басқа біреу кіріп кеткен, достар. Мен оған сенімдімін. Так, менің әкемді мүлдем жамандап, менің әкем негізі өте жақсы адам. Неге ол бүгін жаман болып кетті десем, бәсе енді миыма келіп жатыр ғой, достар. Так, қарсыңдар, до того өте даже өлетіндей сынақтар қойып қойған ғой. Ё-моё, қарсыңдар, мына лазердің өзі бір басып қалсаң, бір қате жіберсең өліп кетесің ғой. Ё-моёшкин. Ладно енді. Достар, не істеу керек бұл жерде? Достар, мен түсінбедім, қараңдар. Что-то мына жерде подозрительно. Так, мына жерге міндім. Потом мына жерге міндім. Достар, мен әкемді қатты сағынып кеттім. Так, кішкене алды. Так, наконец-то, достар, қараңдар, өттім мен. Енді мынау вообще түсініксіз. Достар, мына сынақтар деген өте қорқынышты екен. Мен осыдан өзімнің үйіме жетіп үйіме деппін ғой, етек үйінде жүрмін ғой. Анама барып алайын, мен өте қатты сағынып кеттім анамды да. Негізі анам Шымкент қаласына кетіп қалған еді. Бірақ неге өйтіп жатқан білмеймін. На самом деле, так, Шымкент қаласына кетіп қалған. Мен енді Шымкентке дейін бара алмаймын ғой. Просто так анамның жұмыс жағына барам. Может, анам келіп қойған Шымкенттен, может, Енді сақтықта қорлық. Сосын әкем менің далаға, әкем деп, ана жауыз әкемнің ішіне кіріп алған адам, әрине өзі жұмысқа келе алмайды, потому что оны полицейлер ұстап алуы мүмкін. На самом деле, мне кажется, менің әкем мен анам да сол Шымкентке кетіп қалды ғой деймін. Ал анау жауыз аға, вообще танымайтын аға, вообще просто әкемнің ішіне кіріп алған. Еще менің әкемнің түрін бүкіл бұзып жіберген ғой. Менің әкемнің түрі бәрі вообще прям күшті болған. Анау алқаш сияқты вообще бір түрлі болып кеткен түрі. Күте тұрыңдар, достар, мына жақпен ба? Мына жақпен басынан бастаймыз ба не? Так. Достар, түсіп кете бердім ғой. Достар, мынау не деген сынақтар, енді айта алмадым енді. Ё-моёшкин. Достар, секіру белгісі вообще басылмай жатыр.
Достар, достар, вообще секіру белгісі вообще басылмай жатыр. Бағана ғана өткен сияқты едім осыны. Неғып басынан өткізіп жатыр? Ой, наконец-то. Уф, наконец-то енді надо ұтылмай өтсем. Достар, мен қайда басып қалдым. Уф, давайте енді көрейікші. Уф, наконец-то. Так, все, ұтылмау керек бұл жолы. Так, бір талдан өттік. 2 талдан өттік. 3 талдан өттік. Ой, не деген сынақ мұнау десейші. Еще мына жерде скип деген кнопка жоқ. Все, наконец-то пайда болды скип десейші. Десең, так, все. Уф, достар, қазір негізі прикол ұстайтын момент емес енді. Так, істейміз. Достар, мен ойлағандай нәрсе деп ойламаймын ше. Атысамыз ба? Достар, мен мүлдем атысқым келмейді. Әлде атыспаймыз ба? Что-то мына кнопканы басады екенбіз. Все, бастым. Что-то. Достар, қайтып анау есікті ашу үшін. Сонда мына қанша кнопка, осы кнопкалар басады екенбіз. Так, все, бастым. Так, давай. Все, наконец-то, достар, мә ашылыпты ғой, бәсе, есік ашылыпты. Так, все. Сен менің әкең емес екенімді біліп қойдың ба? Сенің анаңды да қамап қойдың вообще-то. Анаша, мен саған барғым келіп жатыр. Анаша. О май гад. Достар, мен мүлдем ойламадым. Даже әкем деп ғой, үйтеді деп. Достар, мынау қалай? Достар, мынау қалай атып? Все, атып атым. Так, кішкене қалды. Достар, мұны жауыз екен. Вообще даже анамды да қамап қойған ғой. Вроде мен оған сенбеймін ше, анамды қамап қойғанына. Потому что менің анам деген үйтіп жайдан жай ұстала салмайды ғой оған. Мне кажется, ол өтірік мүсінді қоя салған анасы деп ойлау үшін. На самом деле менің анам, әкем бәрі Шымкентте еді ғой. Ужас, неғып. Maybe I should have that for... Не істеп атсаң? Не? Наконец-то, достар, мен өлтірдім. Или өлтірмедім ба? Что-то анау деген, вообще түсініксіз болып кетті. Анау вообще түсініксіз ишек басский екен. Вообще түсініксіз еще бар емес па, достар? Менің анамды қамап қойым дейді. Менің анам вообще-то Шымкентте ғой. Что-то, все, енді үйіме барсам болатын шығар, я? Достар, мен еді түсіндім. Наконец-то, достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңа рахмет. Түсінген, достар, өте қызық болды. Енді айтта алмайсың. Менің анам да, енді бұл ойынның шешімі мынандай болыпты. Менің анам, әкем бәрі Шымкентке кетіп қалған. Ал бұл жауыз соны пайдаланып, мені өлтіргісі келіп, менің әкемнің түрін алып алып, сөйтіп атыр. Давайте, пока!